Bismillahirrahmanirrahim. Құрметті көрермен, бүгінгі тақырыбымыз фәтуа тақырыбы болмақ. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ішінде шариғат және фәтуа бөлімі бар. Осы шариғат және фәтуа бөліміне тиесілі фәтуа KZ деген сайт бар. Бұл сайтта мұсылмандардың көкейінде жүрген көптеген сұрақтарға жауап берілген және жаңадан фәтуалар шыққан. Осы фәтуалар Қазақстан мұсылмандары басқармасының жанында құрылған ғұламалар кеңесімен талқыланып, содан кейін халыққа ұсынылады. Мұны жаңа шыққан сұраққа бір жауап ретінде қазіргі креветка, рак, краб деген өнімдерді жеуге бола ма? Сол фәтуаны біз оқып өтейік. Алла Тағала Құранда су жәндіктері туралы былай дейді: Estaizu billah, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara. Уа мүміндер, сендерге және жолаушыларға пайдалануларың үшін теңіздің жәндіктері мен тағамы халал етілді дейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам теңіздің суы таза және оның өлекселері адал деген хадисті келтіреді. Енді Ханафи мазхабы ғалымдары бұл жердегі теңіздің жәндіктері адал деген кезде осы теңіздің жәндіктері бұл балық деп немесе балық тектес су жануарлары деп анықтама берген екен. Сондықтан мына судың бетіне өлексе болып судың бетіне қалқыған балықтардан басқасының бәрі бұл жәндегі тірі болсын, өлі болсын, жеуге болатын, қолдануға болатын өнім болып есептеледі. Демек, Ханафи мазхабында балық немесе балық тектес жануарға жатпайтын жәндіктер, су жәндіктері немесе су жануарлары ол бізде адал болып есептелінбейді. Мына осы жөнінде Ханафи ғалымдары аш-шаянды, креветканы жеуге рұқсат береді дейді. Неге десе, бұл аш-шаян балық тектес, яғни креветка балық тектес жануарға жатқандықтан Ханафи мазхабының кей ғалымдары осы креветкаға рұқсат берген. Ал басқа рак, краб деген сияқты балық тектеске жатпайтын су жануарларын бізде Ханафи мазхабында жеуге болмайды. Ал енді Шафи мазхабы, Хамбали мазхабында Ханафи мазхабы қойған шарт жоқ. Олардың да біршама шарттары бар. Жаңағыдегі мысалы ол кісілер Шафи мазхабында бақаны жеуге болмайды дейді, жылан балықты жеуге болмайды дейді. Дегенмен Ханафи мазхабында демек бізде креветка, балық немесе балық тектес жануарларды жеуге болады. Осы фәтуаның аяғында үкім айтылады. Үкім: теңіз жәндіктерінен балық және балық тектес терді ғана жеуге рұқсат етіледі дейді. Ал екінші үкім: креветка жеуге Ханафи мазхабы рұқсат етеді. Алайда рак және краб балық тектес жәндікке жатпағандықтан Ханафи мазхабында бұл жануарларды жеуге болмайды. Алла Тағала пайдаларымызды арттырсын.